Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай бантиктің жасалу жолын көрсететін боламын. Матасына мен осындай российский атлас матасын алған болатынмын. Бұл жай атластарға қарағанда кішкене қалыңырақ жүреді, өз формасын жақсы ұстап тұрады. Одан кейін бізге ыстық желіміміз қажет болады. Және ине жіп, машинкамен тіксеңіздер де болады, немесе ине жіппен тіксеңіздер де болады. Одан кейін қайшымыз, линейкамыз және сызу үшін борымыз. Атлас матасынан бор көп кетпейді екен, сондықтан тым қатты ашық түсті бор алмай-ақ қойыңыздар. Және осындай заколкаларды немесе резинкаларды тақсаңыздар болады. Мен бүгін заколканы тағуды үйретемін, бірақ видео соңында резинканы да қалай тағатынды айтатын боламын. Матамыздан осындай бөліктерді қиып алатын боламыз. Бірінші бөлігіміз бұл 18-19 сантиметрлік, екінші бұл 18-30 сантиметрлік. Және үшінші кішкентай бөлігіміз 12-6 сантиметрлік. Матамыздың екі осы үлкен бөлігін 18 сантиметрден сыртқа қарай осылай бір-біріне қайырып, төменгі бөлігін 1 сантиметрлік аралықта тігіп алатын боламыз. Ортаңғы бөлігіне кері қарай аудару үшін орын тастап кетеміз. Бұл жерде мен 30 сантиметрден 18 сантиметрлік бөлікті тігейін деп жатырмын. Төменгі бөлігін 1 сантиметрге алып, осылай басын және ортаңғы бөлігінде де закрепка беріп, ортаңғы бөлігіне кішкентай бөлігін қалдырамыз деп айтқан болатынмын. Сол жерден біз кері қарай аударатын боламыз. Осылай түзеу тігіспен төменгі бөлігін тігіп шығатын боласыздар. Енді шеткі бөліктерін тікпес бұрын жоғарғы бөлігіне 3 сантиметр алып, төменгі бөлігімен қосып, сол бөлікті тігіп алатын боламыз. Артық бөлігін қиып тастайтын боламыз. Ал екінші бөлігімізде төменгі бөлігінде екі жанында 1 сантиметрден алып, тікелей тігіп шығамыз. Кері айналдырғанда бұрыштары әдемі болу үшін осылай шеттерін қиып тастасаңыздар болады. Бұл кішкентай бөлігімізді де дәл жаңағыдай екінші бөлігіміздей тігіп шығатын боламыз. Енді барлық бөліктеріңізді осындай қалдырған жерден кері қарай айналдырып аласыздар. Барлығын кері қарай айналдырып алғаннан кейін ортаңғы бөлігін табу үшін үтекпен бір басып алғандарыңыз жақсы. Және төменгі бөлігінде жаңағы айналдырған бөлігімізді қолмен тігіп жіберетін боламыз. Ең алдымен жоғарғы бөлігімізді осылай гармошка секілді жинап, инемен бір өткізіп орап алатын боламыз. Және сол инемізді қалдырып, екінші бөлігін де бірге соған қосып, барлығын бірге айналдырып орап аламыз. Орап алғаннан кейін инемізді бірнеше рет өткізіп алатын боламыз. Содан кейін ине жібімізді қиып тастаймыз. Бантигіміздің соңғы бөлігіне де келіп қалдық. Енді ортаңғы бөлігіне осы кішкентай бөлігімізді орналастырамыз. Ол үшін сіздер артына не тағасыздар, соны осы жерде ойланып алыңыздар. Мен осы үлкен заколканы тағам деп шештім. Сіздердің шаштарыңыз қалың болса, осындай үлкен заколка тағуға кеңес беремін. Кішкентай заколканы шаштары жұқа қыздарға жақсы келеді. Ортасында осындай темірі болса, ең бірінші темірін алып тастап клейлап, содан кейін темірін қайтадан орналастырсаңыздар болады. Ал егер заколка таба алмасаңыздар, осындай жай ғана резинканы орналастырып тағып алсаңыздар болады. Мен осы үлкен заколканы қолданатын болдым.
ыстық желімімізді осылай ең бірінші қызытып аламыз. Одан кейін заколкаңыз қай жаққа қарап тұрады, соны анықтап алыңыздар. Сосын заколкамыздың артқы бөлігін жақсылап қиылап алып, бантигіміздің жоғарғы бөлігіне мықтылап жабыстырып аламыз. Енді ортаңғы осындай бөлігіміздің тігілген бөлігін ішке қарай қаратып жабыстырғандарыңыз жақсы. Осылай бір жағын жабыстырып алып, оның үстіне екінші жағын жабыстыратын боласыздар. Бұл бізде қалың болмайды, заколкаңыз шашыңызды жақсы ұстап тұрады. Міне осылайша бабочка бантигіміз дейміз бе, заколкамыз дейміз де, қалай атасаңыздар да өз еркілеріңіз. Бізде осындай болып дайын болды. Кез келген түсте жасасаңыздар болады. Видеом сіздерге ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп, сұрақтарыңыз болса, комментарияда жаза кетіңіздер. Алған білімдеріңіз қайырлы болсын. Сіздермен мен Айолым Марызқызы.